Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағы 11-ші сынып, 1-ші тоқсан, 6-шы сабақ. Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік теңсіздік бөлімі бойынша. Алдымен, құрметті оқушылар, ой қозғау әдісіне тоқталып өтсек, сіздердің алдарыңызда орны ауысқан әріптерден сөйлем құраңыздар. Яғни, сөйлем құрап болсаңыздар, бүгінгі сабақтың тақырыбы қоғамның әлеуметтік құрылымы. Бүгінгі сабақтың мақсаты ғылыми стильдегі мәтіннің құрылымы мен рәсімделуін білу, мәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу. Өткенді қайталап өтетін болсақ, қазір біз миға шабуыл әдісін қолданамыз. Құрылым және қоғам дегеніміз не деген сұраққа жауап беріп көріңіздерші. Соныменен, құрылым дегеніміз ол жүйені құрайтын элементтердің реттілік формасы болса, қоғам саналы адамдардың бір мүддені, бір мақсатты орындау үшін саналы түрде бірігуі. Сонымен оқушылар, стиль түрлерін қайталап өтетін болсақ, сіздер стиль түрлерін өткен сыныптарда оқыған боларсыздар. Қазір біз грамматикалық бөлімнің қайталауына келіп жеттік. Сонымен стиль сөйлеушінің, жазушының белгілі бір тақырыпқа қатысты сөз саптауы. Ауызекі сөйлеу стилі, ғылыми стиль, ресми іс қағаздар стилі, публицистикалық стиль және көркем әдебиет стилі түрлері бар. Жаңа тақырып бойынша жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Сіздерге меншік, зиялы, үрдіс, процесс деген сөздер беріліп отыр. Осы сөздердің мағынасын тауып көріңіздерші. Сонымен меншік дегеніміз жеке адамдарға немесе ұжымдарға тиесілі өндіріс, құрал жабдығы мен өнімдері, қаражат. Ал зиялы адамның жоғары мәдениеттілігінің, ақыл парасаты мен адамгершілік қасиеттерінің жиынтығын білдіретін ұғым. Үрдіс, процесс қандай да болсын нәтижеге жету жолындағы бірізді әрекеттердің жиынтығы екен. Сонымен келесі кезекте бізде келесі слайдта мәтінді жақсылап тұрып, менімен бірге оқып шықсаңыздар болады, немесе тыңдасаңыздар да болады. Мәтін алды тапсырмаларға назар салыңыздар. Мәтіннің атауын тауып, мәтін бойынша жоспар құрыңыздар. Және мәтінді мұқият оқып, қай стильде жазылғанына назар аудара отырыңыздар. Қазақстанның әлеуметтік құрылымы деп бүкіл ел азаматтарының түрлі белгілеріне қарай бір-бірімен тұрақты қатынаста болатын топтарға жіктелуін айтамыз. Қоғамды құрайтын әлеуметтік тұратын жеріне қарай қалалықтар және ауылдықтар, жасына қарай балалар, жастар, орта жастағылар, кәрілер, жынысына қарай ерлер, әйелдер, меншікке қатынасына қарай байлар, кедейлер, кәсібіне қарай фермерлер, жұмысшылар, кәсіпкерлер болса, біліміне қарай зиялылар, жұмысшылар, шаруалар деп бөлеміз. Ал ұлтына қарай қазақтар, орыстар, украиндар, немістер, ұйғырлар, кәрістер, өзбектер, поляктар, түріктер, тағы басқалар толып жатқан топтарға жіктеуге болады. Топтар өздерін құраған адамдардың сандық мөлшеріне қарай макротоптар және микротоптар болып бөлінеді. Макротоптарға бүкіл қоғам, өркениет, ұлт сияқты ірі әлеуметтік тұтастықтар мен жүйелер жатады. Қазақстан халқы немесе қазақ ұлты макротоптардың мысалы бола алады. Макротоптарға адамдардың бірігіп өмір сүруі мен еңбек ету үрдісінде құрылатын шағын топтар кіреді.
Соныменен мәтінді мұқият оқып шықсаңыздар, қай стильде жазылғанына назар аударыңыздар. Мәтіннің атауын тауып, мәтін бойынша жоспар құрыңыздар. Мәтін ғылыми стиль түрінде жазылған екен. Мәтіннің атауы Қазақстанның әлеуметтік қоғамы. Ал жоспар, менің жоспарым, қоғамды құрайтын әлеумет, меншік қатынасының мүшелері Қазақстан халқының макротопқа және микротопқа бөлінуі. Сіздердің де жоспарларыңыз осыған сәйкес деп ойлаймын. Келесі тапсырмаға назар аударыңыздаршы. Мәтін мазмұны бойынша ақпараттардың дұрыс және бұрыстығын анықтауларыңыз керек. Ақпарат сол мәтіннен алынған. Бірінші ақпарат. Қоғамды құрайтын әлеуметті тұрған жеріне қарай қалалықтар және ауылдықтар деп бөлінеді. Бұл ақпарат дұрыс па, әлде бұрыс па? Белгілеп өтсеңіздер. Меншікке қатынасына қарай ерлер, әйелдер. Микротоптарға адамдардың бірігіп өмір сүруі мен еңбек ету үрдісінде құрылатын шағын топтар кіреді. Топтар өздерін құраған адамдардың сандық мөлшеріне қарай макротоптар және микротоптар болып бөлінбейді. Қазақстан халқы немесе қазақ ұлты макротоптардың мысалы бола алады. Белгілеп өтіңіздер. Келесі слайдта дұрыс нұсқасы сіздерге берілген. Яғни бірінші ақпарат ол дұрыс болса, екінші ақпарат меншікке қатынасына қарай ерлер, әйелдер деп бөлінуі бұрыс, яғни дұрыс емес. Келесі микротоптарға адамдардың бірігіп өмір сүруі мен еңбек ету үрдісінде құрылатын шағын топтар кіреді десек, бұл ақпарат дұрыс. Ал төртінші ақпаратымыз бұрыс. Бесінші Қазақстан халқы немесе қазақ ұлты макротоптардың мысалы бола алады деген ақпарат, бұл дұрыс екен. Сіздердің де белгілеген ақпараттарыңыз сәйкес келді деп ойлаймын. Келесі үшінші тапсырмаға назар аударсаңыздар, берілген сөздермен сөз тіркесін құрастырыңыздар деген тапсырма беріліп отыр. Тапсырманы орындайық. Тапсырма орындау барысында оңай сөздер мен сөз тіркестерін құрастыруға болады. Соныменен бірінші сөз тіркесіміз Қазақстан Республикасы, қоғам қайраткері, ұлт өкілдері, еңбекке баулу, үрдіс сөзіне нәтижелі үрдіс, және соңғы сөз зиялы, зиялы қоғам, зиялы қауым деп айтуға болады. Келесі слайдта жаңа тақырыпты бекіту бойынша сіздерге макротоп пен микротоптың ұқсастығын Вен диаграммасы арқылы белгілеп өтсеңіздер. Яғни микротоп пен макротоптың айырмашылығы және де ортасына ұқсастығын жазасыздар. Орындаймыз. Орындап болсақ, яғни сәйкестендіріп, салыстырып көріңіздер. Микротоп ол бүкіл қоғам, өркениет, ұлт сияқты ірі әлеуметтік тұтастықтар жатады. Ал макротопқа адамдардың бірігіп өмір сүруі мен еңбек ету құрылатын шағын топтар. Ұқсастықтары адам, халық және тұрмыс. Қорытындылай келе, қоғам деген сөзге синквейн құрыңыздар. Синквейн әдісі бойынша тақырып бір сөзбен беріледі, яғни ол зат есім болу керек. Екі сөзбен сипаттауларыңыз керек, ол сын есім болады.
тақырыпқа қатысты 3 сөз етістік аламыз. 4 сөзден тұратын бір сөйлем болу керек, және де тақырып мәнін ашатын бір синоним сөз алыңыздар. Тапсырманы орындаймыз. Тапсырманы орындап болсақ, менде мысалы келесідей сөздер шықты. Салыстырамыз. Қоғам, мәдениетті белгілі, қолданады, пайдаланады, табылады. 4-ші, қоғам саналы адамдардың бірігуі. 5-ші, халық. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, кері байланыс аяқталмаған сөйлем әдісін қолданып отырмын. Яғни, бүгінгі сабақтан, бүгін мен, өздеріңізді айтып өтесіздер, не білдім? Мен үшін, яғни сен үшін не қызық болды? Және маған қандай тапсырмаларды орындау оңай болды? Кері байланысты толтырып болсақ, онда бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.